Кутуктуу күн шебер. Өзүмдү тааныштырып өтсем, менин исмим Айсулуу. Және де біз осындай керемет кокон тыгып бүгүн үйрөнөтүн болобуз. Әр сенбі сайын түрлі қолөнерлік және үй жағдайына қатысты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналыма бірден жазылып қоюды еске саламын. Ал дәл қазір біз осындай кокон, яғни ұяшық әрі төсеме көрпе болатын нәрестелерге арналған ерекше жастықтарымен сондай әдемі, сондай керемет коконды жасап көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Барлық қажетті заттардың тізімін төменге қалдыратын боламын, және де сілтемемен осы жерден сіздер жастықтарға арналған пішімдерді алсаңыздар болады. Таңдап алған матамыз міндетті түрде 100% мамық, яғни мақтадан болу қажет, және де олардың түстері бір-біріне үйлесіп тұратындай болуы керек. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Және де бізге косой бейка, кружевалар керек, ішіне салатын холофайбер, губка, яғни керек болады барлығы. Төменде қарап көрсеңіздер болады. Косой бейкада бізде атлас, яғни басқа да материалдан емес, 100% мамықтан тұратын құрамы болу керек, себебі нәрестеге арналғандықтан оның барлығы бізде табиғи маталардан жасалуы тиіс. Негізгі матамызды алып төрт бүктеймізде бізге 65 см болатын ұзындығы радиус тұрғызу керек болады. Мен ол үшін ол төрт бүктегенімізді одан әрі қарай бүктеп, үтіктеп, сызықтарымен бірге 65 см-ді әрқайсынан белгілеп шықтым. Сонда оңай болады. Менің бұл жердегі қателігім, матаны 4 емес 2 бүктеп қойыппын. Яғни ол менің матаны үнемдеуге де бір пайдасын тигізді. Сондықтан мен оларды 2 бөліп алдым да ортасынан тігіп жалғай қойдым. Сіздер де осылай істесеңіздер болады, матаны үнемдегілеріңіз келсе, немесе бірден 4 бүктеп үлкен дөңгелек шеңбер қиып алуларыңызға болады. Және де дәл солай екінші матамен де жұмыс істейміз. Және де осы қиып алған шеңберлерімізді әрқайсын бөлек-бөлек 2 бүктеп, 4 бүктеп, одан әрі 8 бүктеп, 16 бүктеп, үтіктеп, сол сызықтарын белгілеп аламыз. Бізге ол 16 бөлікке бөлінген сызықтар кейін сол жерге тігіс салу үшін қажет болады. Әрі қарай центрден біз 40 см-ге алып отыратын боламыз. Әрбір сызықтан ол бізде ортаңғы бөлікті белгілеу үшін қажет. Белгілеп алған өлшемдеріміз бойынша енді айналдыра осылай шеңбер сызып шығамыз, яғни бұл ішкі шеңберіміз біздің. Енді 2 шеңберді бірге қосып тігуіміз қажет болады. Ол үшін маталардың теріс жақтарын бір-біріне қосамыз қаратып, дәл видеода көрсетілгендей. Енді біз ішкі шеңберді айналдырып сыртынан тігіп шығуымыз қажет, бірақ та 2 бөлігін ашық қалдырамыз тікпей. Ол жерден біз ішіне жаңағы толтыратын губка, холофайберларымызды салатын боламыз. Тігер алдында инемен барлығын бекітіп алған дұрыс болады, себебі тігіп жатқан кезде маталар бір-бірінен сырғып, жылжып кетуі мүмкін.
мінекей бағанағы бастаған жерімізден 2 бөлік қалған кезде аяқтаймыз және де оны кейін тігетін боламыз. Әрі қарай бағанағы үтіктелген сызықтар бойынша ішкі шеңберден бастап 20 сантиметрден белгілейміз, дәл видеода көрсетілгендей. Осы белгіленген 20 сантиметрлік аралықты тігіп шығамыз әрқайсысын. Ал мына қалған 5 сантиметрлік бөлік, ол бізге лента өткізу үшін қажет болады. Тігіп болғаннан кейін артық жіптердің барлығын арылып, енді ішін толтыруға кірісеміз. Алдымен диаметрі 80 см болатын губканы осылай қиып алып, салып шығамыз астына, және де үстін холофайбермен әдемілеп мамықтатып толтыратын боламыз. Толтырып болған соң, жаңағы ашық бөлігімізді тігіп жібереміз. Осы жерде мен ортаңғы бөлікті әрбір жерінен осылай көктеп 4 бөлікке бөлген болатынмын, бірақ кейін оны алып тастадым. Мен үшін осылай дөңгеленіп мамық болып тұрғаны әдемірек көрінді, бірақ бұлай 4 бөлікке бөлгенде ерекше болып көрінеді. Сіздердің өздеріңіздің ары қарай фантазияларыңызға байланысты. Енді жан жағындағы бөліктерді холофайбермен толтырамыз. Сол 20 см қалдырған бөліктеріміздің аясында, яғни қалған 5 см ол бізде лентаға қалады. Барлығын толтырып болғаннан кейін шеттерін олардың инемен бекітіп, айналдыра тігіп шығамыз. Енді сол тіккен тігісіміздің үстінен сырт жағынан көкөніміздің осындай әдемі кружеваны айналдыра тігіп шығамыз. Енді лентамызды аламыз да осылай арасына инемен бекітіп шығамыз. Яғни шет жағына ешқандай орналаспас үшін, өйткені шетіміз тіккен кезде лентамыз арасына кіріп кетпеу керек. Немесе сіздер шетін тігіп алып бірінші, сосын барып ішіне череуішпен лентаны өткізсеңіздер болады.
Және де осылай біз екіге бөлеміз. Осы 5 сантиметрлік бөлікті ол жердің шеттерін кособейкамен өңдейтін боламыз. Кособейкамызды керекті өлшеммен қиып аламыз да, осылай шет жағын өзіне бүктей отыра, және де жаңағы қиған бөлігімізге апарып, шеттерін осылай екі жағынан бірге инемен қадап, үстінен тігіп өңдеп шығамыз әдемілеп. Кособейкамен жұмыс істеу өте сабырлықты талап етеді. Себебі бұл өте кішкентай деталь болғандықтан аса сабырлықпен жұмыс істеген осы жерде керек болады. Болғаннан кейін енді жалпы шеңберлеріміздің шет жақтарында осылай кособейкамен өңдеп шығамыз. Шетіне келген кезде кособейкамыздың біткен бөлігін қиып тастаймыз да, артық жерлердің барлығын сол біткен бөлігінен кішкене 1 сантиметрге артық алып, осылай өзіне қайырып, және де оны қайтадан екіге бүктеп, осылай өңдейміз. Сонда шет жағы бізде әдемі болып көрінеді. Инелермен жұмыс істеген кезде өте абай болыңыздар, себебі инеңіз қалып қоюы мүмкін. Әрқайсысын санап, есептеп, түгелдеп, орнына салып қойып отырыңыздар. Мінекей осындай болып шықты нәтижесі. Енді лентамызды тартып, коконымызды жинап көреміз, және де лентаның артық жерін қиып, оның шетінде сіріңкемен өңдеп шықсаңыздар болады. Сол шеңбердің айналдырған ұзындығынан кем қиып қоймаңыздар лентаны, себебі біз бұл коконды көрпе төсеме ретінде жайған кезде лентамыз сол кезде де артық тұруы керек. Қалған маталардан мен осындай қылып әртүрлі жастықшалар тіктім, және де олардың шеттерін әртүрлі жаңағыдай кружево сияқты, плюш сияқты метрлік тесмалармен өңдеп шықтым. Және де осы жұлдыз жастыққа көз, ауыз деген сияқты карандашпен белгілеп алдым да, зигзагтың ең кішкентай размеріне қойып, 0 мен 1 аралығындағы жіптің аралық өлшемін қойып алып, мен осылай сәндеп шықтым. Зигзагпен жұмыс істеген кезде, яғни біз кесте қылып тіккен кезде, міндетті түрде матамызды екі жағынан керіп отыруымыз керек, қолымызбен, сонда біздің тігісіміз әдемі болып тегіс жазылады. Осы жерге мен ортопедический жастықтың өлшемін қалдырамын, оны да жүктеп алсаңыздар болады. Ал жай жастықтарымыз 30-30 квадратпен алынды, және де оларды да әртүрлі кружевалармен сәнделіп шықты. Мінекей қыздар, нәтижесі көз алдарыңызда. Осындай нәзік, керемет, нәрестеге арналған кокон әрі көрпе төсеме болып шығатын ерекше коконды сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Мен өзім бұны сыйлыққа жасаған болатын. Әрине ол өте қатты ұнады. Мені сыйлаған адамыма сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналымнан әртүрлі әр сенбіде видеолар шықтыратын болады. Олардан алыстамас үшін жазылуға да кеңес беремін. Егер де қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Мен әрқашан оларды орындауға
дайынмын. Сіздермен болған Айсұлу, менің каналымда әр сенбіде жүздескенше сау болыңыздар.